Балына болып естіліп тұр ма? Так, балына болса қалай жасаймыз онда? Қазір ше? Қазір қалай естіліп тұр? Жақсы естіліп тұр ма? Обратный связь беріп жіберіңіздер. Нормально дейді. Все, окей, жақсы. Так, кеттік дальше. Маркетинг план бойынша. Алия ханым, слайд шығара бересіз ба? Иә, 1 минут. Қараңыздар, жалпы маркетинг планда негізі бірнеше түрлі маркетинг пландары болады. Классикалық маркетинг план, иә, классикалық маркетингті бәріміз білеміз. Тек қана бірінші линиямен жұмыс жасаймыз, иә. Бірінші линияңызға қанша көп адам тіркейсіз, соншалықты сіздің өзіңізден шыққан, шақырған адамдарыңыздың барлығы бірінші линия болып саналады. Олардың шақырған адамдары сізге екінші линия болып саналады. Неограниченное количество бірінші линияға адамдардың санын жаза беруге болады. Оны классикалық маркетинг дейді. Потом бинарный маркетинг. Бинарный маркетинг латын тілінен алынған. Бинар деген жалпы екі организация болады. Сізде оң жақ және сол жақ организацияңыз болады. Бинарный маркетинг қазіргі таңда бүкіл әлемнің практикасы көрсетіп жатыр. Ең высокооплачиваемый компаниялардың барлығы в основном бинарный маркетингте. Мынау бизнес for home сайтын ашып қарайтын болсаңыздар, сол жерде көптеген компанияларда топ-1 чектердің көпшілігі істеп жатқан компаниялардың барлығы негізі бинарный маркетингте. Бірнеше компанияларды білем, қаншама жылдар бойы продукциямен істеп, классикалық маркетингтен маркетингтерін бинарный маркетингке ауыстырған. Неге? Өйткені рынокта конкурентно способный болу үшін олар сондай шаг жасауға тура келді да, маркетинг планға бинарный системаны қосуға. Бізде Веда компаниясында классикалық маркетинг пен бинарный маркетингті екеуін комбинировать етіп жасаған. Получается, классикамен жұмыс істеген кісілерге бұл жерде бірінші линияңызды расширениемен жұмыс жасасаңыз болады. Қаншалық ал бинарный маркетинг негізі үлкен чектің барлығы, үлкен беріліп жатқан проценттің барлығын компания максимально новичоктарға көп табыс беру үшін беріп отыр. Бірнеше түрлі табыс көзінің ішінде байқасаңыздар, мынау бізде бірнеше доходтың түрінде мынау степовый бонус дейміз, оң жаққа бір адам, сол жаққа бір адам кірген пакетіне қарай 50% төленеді. Ешқандай компания сізге 50% сразу ешқандай бонус төлемейді. Көбісінде реферальный бонус қосып қойған. Потом бинарный бонустар в основном көп компанияларда 5%, 6%, 7%, 8% солай басталады. Нарастающий процент өседі. Не үшін нарастающий процент? Сіз көп пайыз алу үшін компанияда условия орындауыңыз керек. Немесе сіздің пакетіңіз үлкен болу керек. Немесе сіз компанияда определенный объем жасап статус жабуыңыз керек. Ол статустарды жаппасаңыз, сіз аз ғана пайыздық көрсеткішпен жұмыс жасайсыз. Біздің компанияның мынау бір керемет жері стартовый пакет, стандарт пакет және премиум пакетте де степовый бонус 50% аласыз. Бұл өте маңызды нәрсе негізінде. Бинарный бонус то же самое, малый веткадан 10% аласыз. 3 пакетте де независимо қандай пакеттесіз. Бұл өте маңызды. Получается, 50% степовый бонус, 10% бинарный бонус. Компания уже общий обороттың 60%-ын сразу сетке беріп жатыр. Ол не деген сөз? Ол деген сөз, в основном көп адамдар жаңадан бизнесті бастаған кезде екі кісі тіркеу арқылы сразу 50% уже жақсы бонус алу үшін істелінген. Ол деген сөз, бізде енді 500 PV мен екі кісі тіркегеніңіз үшін 106 мың теңге степовый бонус түседі ғой. Ол уже қомақты ақша. Екінші адамдарыңыз тіркелді, оң жақ сол жақта тағы да пара пайда болды, тағы да 106 мыңнан түсті. Деген сияқты осы степовый бонус бізде самый скоростной маркетингтегі төленетін бонустардың бірі болып табылады. Енді в основном негізі байқасаңыздар, жалпы сетевой бизнеста ширинаға қарағанда, ширина бірінші линияға қарағанда негізі глубина тезірек өседі, иә? Сол үшін глубина 50% степовый бонус береді, ширина 10% малый веткадан 10% береді. Бұл өте маңызды нәрсе. И қомақты қаржы табуға жаңадан келген адамдар жақсы табыс тауып өзінің
вложение, бизнеске жасаған вложениесінің қайтарымы тез болады. Бұл бір үлкен фишканың біреуі. Екіншісі, жалпы компанияда келесі табыстың көзі мынау бонус повторных покупок деп айтамыз, иә. Көп компанияларда үлкен минус, продукциясы 5-6, 10-ға жуық продуктовый линейка болады. Ол продуктовый линейкамен сізде былайша айтқан кезде повторный заказ жасаған кезде барлығында қайтадан сол қандай суммамен подписка жасадың, сол клиентский бағамен алып жатады. Сізде компанияда уже партнер болдыңыз ба, автоматически сіз 10% бен 50%-ға дейін каждый продукцияға скидкамен аласыз. Ол деген сөз, сіз партнер болғаннан кейін компанияның өзінің беріп отырған партнерский ценасымен аласыз. Ол жерде өте тиімді, және повторный заказдың өзінен компания сізге 5% төлейді. 5% ол ай сайын төленетін ақша. Жаңағы степовый бонус пен бинарный бонус моментальный выплата болса, бонус повторных покупок бұл айына бір рет төленеді. Әр айдың 29 күні. Осы жерде өте маңызды нәрсе бар. Классикамен жұмыс жасайтын кісілер, бірінші линияңызда расширение жасайтын болсаңыз, қаншалықты көп лично приглашенный адамдарыңыз болады, әр қайсысының скидкамен товар алған аккаунтынан товар алады ғой барлығы. Сол PV обороттан компания сізге 5% төлейді. 5% 9-шы уровеньге дейін. Ол не деген сөз? Қараңыздар, простой пример айтайын. К примеру, сіздің командаңызда 1000 PV повторный заказ оборот болды командаңызда, иә? 1000 PV-дің 5%, демек 9 уровеньге дейін есептейтін болсақ, 45%-ын сетке төлеп жатыр уже. 5% неге сервис центрлерге төленеді. Демек, компания повторный заказ жасаған кезде кісілер команда 50% обороттың 50%-ын уже сетке төлеп жатыр. Кейбір кісілер айтады, біздің компанияда там 50 уровеньге дейін төлейді дейді. Кез келген компанияның маркетингін дұрыс есептейтін болсаңыз, қанша уровеньге дейін төлеп жатқаны маңызды емес. Маңыздысы компания обороттан қанша процент төлеп жатыр. Вот өте маңызды. Бір компанияның примерін айтайын, айтпай-ақ қояйын. Айтады, бізде мысалы, допустим, повторный покупка жасаған кезде бір ветканың өзінен 50 уровеньге дейін түседі дейді. Жарайды, окей, 50 уровеньге дейін түседі. Қанша пайыз төленеді? 0,5% төленеді дейді. 0,5%-ды 50-ге көбейтсеңіз, қанша болады? 0,5-ті 50-ге көбейтесіз, 25%-ын ғана сетке төлеп жатыр, общий обороттың. Бізде 9-шы уровеньге дейін төленеді. Бірақ әр уровеньге 5%-дан төленеді. 5%-ды 9 уровеньге көбейтетін болсаңыз қанша шығады? 45% шығады. 45%. Сізге уровеньнің глубина ұзақ болғаны жақсы ма, или компанияның беріп жатқан пайызының жоғары болғаны жақсы ма? Әрине, пайыздың жоғары болғаны жақсы. Поэтому глубинаға байланысты емес, ол общий компанияның беріп жатқан пайызы қанша пайыз төлеп жатыр. Сіздің істеп жатқан жұмысыңызға осы маңызды өте. Сол үшін Веда компаниясында маркетинг планын былай да былай есептейтін болсаңыз, бонус повторных покупок ол өте пассивный доходқа саналады. Себебі сіздің командаңыздағы кісілердің көпшілігі в основном либо потребитель болып келеді, немесе компанияда активный жұмыс жасап жатқан, сет құрып жатқан дистрибьютор болып жұмыс жасайды. Көбінесе жаңағы клиентский сет құрылған болса командаңызда, барлығы біреу роза пухов алады, біреу прокладка алады, біреу зубной паста алады, біреу стельки, очки, там активатор, либо сауна, любой продукцияны скидкамен алуға мүмкіншіліктері бар. Сол обороттан компания сізге 5%-дан төлейді. Осы жерде тағы да бір маңызды момент. Құрметті партнерлар, егерде сіз партнер болатын болсаңыз, өзіңіздің жеке кабинетіңіз болса, бұл жерде өте маңызды екінші, үшінші кабинетіңіз болғаны. Именно бонус повторный покупкаға. Неге? Өйткені бірінші кабинетіңізді 30 PV повторный заказ жасайсыз, қалған объемның барлығын екінші, үшінші кабинеттеріңізге ұрыңыздар. Сонда өзіңіздің объемыңыз екінші, үшінші кабинеттегі жасалынған объем бірінші кабинетке 5% түсіп отырады. Бұл да әр айдың 29 күні түсетін пассивный доход. Менің есімде 22-ші жылы бастаған кезде компанияда осы бонус повторных покупок командадан мен ең алғашқы рет енді бастаған кезде 7800 теңге ма сондай түсті бонус повторный покупка. Келесі айда
команданың саны көбейе бастады. 14-15 мың теңге түсті. Одан кейін 30-40 мың теңге түсті. Одан кейінгі айда уже 60-70 мың теңге болды. Одан кейін 150-200 мың теңгеге барды. Потом 500 мыңға барды. Одан кейін 600-700 мыңға барды. Ең үлкен бонус повторных покупок түскен 1 800 000 теңгеге дейін барды. Ойлаңыздаршы, бір веткаңыздың өзінен болып жатқан объемнан 1 800 000 теңге командаңызда подписка болмаса да, командадағы потребительдердің объемынан компания 1 800 000 теңге ақша төледі. Ой, түсініп тұрсыздар ғой, иә? Сол үшін бұл жерде өте маңызды. Мынау бірінші линияңызда сізде жеке шақырған бір ақ адамыңыз болса, сол активно жұмыс жасап жатса, ол деген сөз сол бір ветканың өзінен сізге пассивный доход түседі. Егер де сізде премиальный пакет болса, премиум пакет 9 уровеньде 9 уровень аласыз. Стандарт пакетте болатын болсаңыз, онда 6 уровеньге дейін аласыз. Стартовый пакетте 3 уровеньге дейін аласыз. Стартовый пакет, стандарт пакетте обязательно 30 PV-ге айына бір рет повторный заказ өту керек. Ал премиум пакетте айына бір рет 30 PV повторный заказ өтпесе де, сіз ай сайын, как положено, пассивный доходыңызды алып отырасыз. Бұл өте маңызды. Сол үшін бірінші линияңызда расширение жасаңыздар. Бірінші линияда қаншалықты көп потребительский сеть болады, соншалықты сізде пассивный доход та көп болады. Степовый бонус 50%, бинарный бонус 10% малый веткадан, бонус повторных покупок, ай сайын төленетін 5%. Осы үшеуі основной вид дохода. Ал келесі төртінші табыс көзі мировой товарообороттан төленетін ақша. Бұл жерде компанияда статусша болу керек. Карьера өте маңызды. Бір айдың ішінде сіздің екі шақырған кісіңіз 5 мың PV оборот жасайтын болса, сіз директор статусын жабасыз. Степовый бонус пен бинарный бонусты қосатын болсақ, табысыңыз примерно 500 000 теңгемен 1 200 000 теңгенің арасында шығады. Директор статусын жапқан ақша адамдардың табысы сондай. 10 000 PV оборот болатын болса, региональный директор статусын жабасыз. 1 миллион мен 2 миллион теңгенің арасында табыс шығады. 30 000 PV оборот жасасаңыз, национальный директор статусын жабасыз. Сіздің табысыңыз 2 миллион мен 3-4 миллионға дейін барады. 2 миллион мен 3-4 миллионға дейін барады национальный директор. Плюс национальный директор статусын жапқаныңыз үшін компания турбонусқа ақша береді, $500 автобонус береді, плюс СНГ-ның повторный заказының оборотынан СНГ-да болған сіздің командаңызға қатысы жоқ кісілердің де жасаған оборотынан 1% компания төлейді. СНГ-ның оборотынан. Бұл национальный директор. Интернациональный директор 50 000 PV оборот жасайсыз ғой. Сіздің табысыңыз примерно 5 миллион мен 10 миллион теңгенің арасында табыс шығады сізге. Ол жерде уже автобонус $500 төленеді дағы, $200 турфондқа ақша накопительный жиналады, потом 1% СНГ-ның оборотынан аласыз и 1% евразиатский обороттан аласыз. 100 000 PV оборот, бұл континентальный директор статусын жабасыз. Континентальный директор статусы 8 миллион мен 15 миллион теңгенің арасында шығады примерно. Степ, бинар барлығын қосқан кезде. Одан кейін World директор статусы 200 000 PV. Ол жерде где-то бір 20 миллион мен 15-20 миллион мен 30 миллион, 40 миллион, 50 миллионға дейін барады. Смотря структураңызда қай жерде қандай глубинада регистрация болып жатыр, соған байланысты. Так, демек, қараңыздар, директор региональный, национальный, интернациональный, континентальный, World директор статустарының барлығы компанияда бізде бір айдың ішінде жабылу керек. Әр айдың 29 число күні новый отчетный период басталады. Келесі айдың 28-не дейін болған объемнан общий алады, сол статус жабылатын уақыт. Ал global директор статусы уже накопительно. 10 миллион PV оборот болады ғой. Хоть 1 жылда бола ма, 2 жылда бола ма, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылда бола ма. Самый главный 10 миллион оборот жиналды ма, болды, сіз global директорсыз. Global директор деген ол кім? Global директор болды деген сөз, ол долларовый миллионер деген сөз. 10 миллион PV-дің 10%, $1 миллион бинарный бонус табыс тапқан деген сөз. Түсінікті ғой, Степовый бонусты қоспағанда.
Ол глобал директордың тапқан табысы 1 миллион доллар мен 5 миллион долларға дейін табыс тауып қойған деген сөз уже. Глобал директор сіздің алдыңызға басқа лидерлерді міне глобал директор деп таныстырса, значит ол уже долларовый миллионер. Фактически табыс тауып мировой товарообороттан әр айдың 13 табыстары енді, в общем, жағдайы жасалған, упакованный сетевик деп айтуға болады, тоже глобал директорлерді. Түсінікті ғой, иә? Кім глобал директор статусы болып жапқысы келеді? Кімнің планында, жоспарында бар глобал директор статусын жабу? Обратный связь жасап, астына жазыңыздар, плюс қойсаңыздар болады. Мен глобал директор болам деп, сосын барып, статус жабатын болсаңыз, сіздің планыңызда, жоспарыңызда глобал директорге барам деген ниетіңіз болатын болса, жазыңыздар, ойланып жазыңыздар. Окей? Планымда, менің жоспарымда бар деген сияқты. Егер де сіздің жоспарыңызда жоқ болатын болса, өтірік плюс қоймай қойсаңыздар болады. Кім біледі, командаңызда екі жақ бетте глубинадан неше түрлі мықты лидерлер шығып кетуі мүмкін, иә? Сіз ойламаған жерден сондай статустар жабылуы мүмкін. Вот в основном менің негізі байқағаным, жалпы көп компанияларда көп адамдар не үшін статус жаппайды, не үшін көбісі табыс таппайды. Вот сол вопростарға жауап берейікші біріншісі. Біріншіден, егер де сіз табыс таппай жатсаңыз, просто блокнотыңызды ашыңыз, список контактты қараңыздар. Сіз қанша адамға звонок жасадыңыз? Қанша адамға презентацияға шақырдыңыз? Өзіңіздің статистикаңызды қарайтын болсаңыз, өзіңізден ұялып қаласыздар. Табыс таппай жатсыз ба, значит, сіз адамдарға информация беріп жатқан жоқсыз. Осындай бизнес возможностьті басқа адамдармен бөлісіп жатқан жоқсыз. Бұл бірінші причина. Екінші причина. Не үшін көп адамдар табыс таппайды? В основном сетевой бизнесқа келген адамдардың барлығы, егер де сетевой бизнеста істеген кісілер болатын болса, опыты бар болатын болса, олар быстрый старт жасайды. Командасы бар, танысы бар, ресурсы бар. Жаңадан келген кісілерде кейбіреулерінде там быстрый старт болмауы мүмкін. Неге? Өйткені ол басқа сферадан келді. 6 ай істейді, 7 ай істейді, 8 ай істейді, бір жылға жетеді. Аз ғана результат болғаннан кейін, оказывается, это не мое дейді, кейін тастап кетеді. Неге? Өйткені тастап кетудің бірден бір причинасы, біріншісі, вложение аз. Компанияда, сетевой бизнеста в основном негатив неден болады? Аз ғана вложение жасайды. Если не получилось у него строить структуру, да, шыдамы жетпей тастап кетіп қалады. Неге? Мысалы қараңыздар, простой пример айтайын. Сіздер барлықтарыңыз университетте жоғары оқу орнында оқыдыңыздар, бір мамандықтың иесі атандыңыздар. Қолдарыңызда диплом бар. Сіз сол дипломды алу үшін минимум 4 жыл оқыдыңыздар. Дұрыс қой, медицина саласында 7 жыл, 9 жылға дейін білім алып, сосын диплом алдыңыз. Сетевой бизнесқа сіз кеше келіп, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 6 ай істеп, 1 жыл істеп, у меня не получилось, это не мое деп айту, это былайша айтқан кезде, грубо айтқан кезде, это тупизм. Жаңадан келіп тұрған мамандықты сіз қалай бірденен сол мамандықтың иесі боласыз сразу бола алмайсыз ғой. Сол үшін бұл жерде де сетевой бизнеста тек қана адам шақыру ғана емес қой. Адамдарды шақыру ол бір бөлек, звонок жасау, презентация жасау, компанияның маркетинг планын изучать етіп, басқа командаңызға үйрету, продуктовый линейканы жақсы білу, адамдарға дұрыс сұрақтарына жауап беру, возражениямен жұмыс жасау, иә. Былайша айтқан кезде сетевой бизнес это былайша бір үлкен мамандық қой. Сіз психологический психолог боласыз. Сіз мощный менеджер боласыз. Сіз управленец боласыз. Сіз стратег бизнесмен боласыз. Сіз өзіңіз бухгалтер боласыз уже. Сіз былайша айтқан кезде жан жақты маман боласыз. Как личность өсесіз, да? Как личностный рост деген нәрсе бар ғой. Личностный рост деген не ол? Личностный рост тек қана біліммен ғана келеді. Сетевой бизнесқа келіп, адам шақырып, подписка жасап, бірден статус шауып кетіп жатқан кісілер де бар. Бірақ кейін обороттары құлайды. Неге? Өйткені өздеріне білімді құймайды.
развитиясына қаншама офистарда презентациялар болып жатады, онлайн зум обучениялар болып жатады, офистарда обучениялар жүргізіп жатады, көп новичоктар сондай событияларды жіберіп алғанның кесірінен оларда развитие тоқтап қалады. Сол үшін міндетті түрде компанияның болып жатқан событияларынан қалмаңыздар, зумнан қалмаңыздар, күнде тыңдаңыздар. Компанияның шетелдерде болып жатқан, басқа қалаларда болып жатқан презентация, үлкен событияларын пропускать етпеңіздер вообще. Каждый сетевик растет от события к событию. Естеріңізде болсын, иә, осы нәрсе. Жазып алыңыздар. Любой партнер от событий к событию рост болады. Бір саты келесі статусты жабасыз. Бір саты бірнеше чегіңіз өседі. Сол үшін бұл жерде работа над собой өте маңызды нәрсе. Мысалы қараңыздар. Тағы да бір простой примерлер келтірейін. Маркетинг планды сіз егерде жақсы меңгеріп алатын болсаңыз, сіз тек қана маркетинг план айтатын болсаңыз, көп кісілер сізге маркетинг планға келеді. Ал егерде сіз тек қана продукцияны айтатын болсаңыз, сіз айналаңызға там біреудің іші ауырып жатқан, біреудің тізесі ауырып жатқан, біреудің жүрегі ауырып жатқан, біреу салмақ тастау керек, біреу там псориаз, экзема, айналасында барлық адамдар сондай ауру кісілерді іздей бастайды. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Сол үшін упордың барлығын негізі ең бірінші мынау ментальный здоровый, денсаулығы здоровый, ұзақ өмір сүргісі келетін, ауырғысы келмейтін, денсаулығы орнында, сана сезімі, ақылы орнында сондай адамдарға предложение жасаңыздар бұндай бизнесті. Сол кезде сізде развитие тез болады біріншіден, екіншіден сетевой бизнеста продуктовый компаниялармен жұмыс жасап жатқан дистрибьюторлар, егерде сіз өзіңіздің мамандығыңыз врач болмасаңыз, вы морально не имеете права лечить людей. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Бат ол сіздерді емдейтін өнім емес. Бат ол ауырмас үшін, денсаулығың мықты болу үшін, ертең алдыңда келе жатқан аурулардан айналып өтіп кету үшін қолданылады негізінде. Баттың түпкі мақсаты. Бұл как строй материалда сіздің организміңізге керекті материалдардың бәрін как кирпичик сияқты қалайтын организміңізге керекті өнімдер. Сол үшін қатты продукцияны, там оның составында анион бар, анион былай жұмыс жасайды, там детокс былай жасайды, составы мынандай деп оны емдеуге кірісіп кететін болсаңыз, сіз тек қана сондай кісілерді емдеумен айналысып жүресіз. Уже сізде сет құрып, команда құруға уақыттарыңыз болмай қалады. Поэтому упорды мен партнерлардың барлығына как рекомендация ретінде айтар едім, табыс табуға, бизнес құруға көбірек құрыңыздар. Фокусты соған беретін болсаңыз, сізде статус жабу да тез болады, табысыңыз да тез өседі. Компанияда активно жұмыс жасайтын болсаңыз, күніне 50 мың теңгемен 1 миллион теңгеге дейін табыс табуға болады. Бізде маркетинг план осылай керемет жасалынған. Так, келесі жалпы маркетинг план бойынша сіздерде қандай сұрақтар бар? Вот вопросы, ответы жасасақ, қазір? Я, әрине болады. Қолдарыңызды көтеріңіздер, микрофон қосамыз. Немесе чатқа жазыңыздар. Сосын тағы да бір момент айта кетейін. Жалпы негізі маркетинг план бойынша жақсы табыс табу үшін сіз жоспарлағаныңыз дұрыс. Неге? Өйткені сіз командаңызға қанша адам шақырдыңыз, олармен жұмыс жасап, қандай объем жұмыс жасайтын болсаңыз, сізге компанияда қандай табыс табатын сіз өзіңіз қағазыңызға, блокнотыңызға жазып жоспарласаңыз болады. Мынандай бір момент, бір сұрақ қойғым келіп отыр партнерларға. Құрметті партнерлар, кімде кредит, ипотека, автокредитование, қарыз бар? Плюс қоямыз. Кімде қарыз, кредит, ипотека, қарыз, осындай нәрселер кімде бар? Астына плюс қоямыз. Активно давайте жұмыс жасайық, и сосын барып мен сіздерге бірнеше техникаларды берем. Солардың барлығын қалай тез жабуға әрекет жасайсыз. И тағы бір момент. Кімде қарыз, кредит, ипотека, автокредит жоқ? Сол кісілер бір галочка қоясыздар ма, или минус қойыңыздаршы. Мынау бізде қазір халықтың 90%, қателеспесем 80-90% кредитте шығар, барлығы.
рассрочка, кредит деген өте. Мынау астына минус қойып жатқан кісілер, сіздерді құттықтаймын. Әлемде бүкіл адамдардың ішіндегі ең бақытты кісілер мына кредиті жоқ адамдар. Либо сіз қазір жоспарлайсыз кредитке кірмеу, плюске шығу, жақсы табыс тауып ары қарай алып кетуге жоспар жасап сонымен жұмыс жасайсыз, либо күндердің күнінде обязательно сол кредитке келесіздер. Неге? Мынандай бір пример айтайын, кішкене әзілдейік, әзіл айтайық біраз. Кредит, қарыз деген нәрсе негізі адамның берекесін қашыратын дүниелердің бірі болып табылады. Бізде адамдар көбісі тапқан табысымен, тауып жатқан табысымен төленіп жатқан кредитін салыстыратын болсаңыздар, арасы почти тең келеді, немесе кредитінің шығыны көп болады, чем табатын табысына қарағанда. Поэтому көбісі минусқа кетіп қалады. Бұлай простой бір пример айтайық. Жалпы кредит деген нәрсе бұл үлкен так, нема чуть-чуть нестандартный әңгімелер айтсам бола ма, рұқсат па? Ана жігіт жаман бұзық екен, жаман сөз айтып жатыр деп қалмаңыздар. Окей десеңіздер, аттың басын жіберем қазір мен. Ок, все. Представьте, кредит, қарызы бар адамдар, автокөлікті там кредитке алған, немесе ипотекасы бар кісілер, вы в большой опе. Вы в большой опе, Ж әрпі бар алдында. Түсінікті ғой, грубо айтқан кезде, кімде кредит бар, все в жопе. И сол жопаның ішінен, мынандай жопаның ішінен сол адамның басы шығып тұр да, барлығымыз жопадамыз. Сол жопадан шығу үшін біз осындай бизнес бар, маркетинг бар, керемет компания бар деп айтамыз адамдарға. Ол адам ол жопадан шыққысы келмейді. Понимаете? Неге шыққысы келмейді? Потому что там комфортно ол адамға. Там тепло, оған комфортно, сол жерде қалған оған ұнайды. Ол жопаның размері тағы әртүрлі әркімде. Біреуден 1 миллион, біреуде 3 миллион, біреуде 5 миллион, біреуде 10 миллион, біреуде 20 миллион, біреуде 50 миллион, біреуде 100 миллион теңгеге дейін кредит ипотекасын бәрін қосқан кезде осындай сумма шығады. И әр қайсының размері әртүрлі жопаның. Но как будто сол жерден шықпайтын адам сияқты жаңағы бизнесті жүргізіп, жақсы табыс тауып, плюске шығудың орнына сол жерден шықпауға әрекет жасайды көбісі. Өйткені зона комфорта деген нәрсе бар да, адамдар страдать етіп жүргенді жақсы көреді. Қарызға кіріп кетеді, бір нәрсеге жетпей қалады суммалар, кредит жабуға, ипотека жабуға, автокредит жабуға. Сондай нәрселерді жабу үшін не істеу керек? Вот сіздерге простой техника. Техника болған кезде енді финансовый планирование ғой, былайша айтқанда. Блокнотыңызды алып аласыз, сол блокнотқа қанша кредитіңіз бар, соның барлығын жазасыз. Кредит, рассрочка, мына Халық банктен, Каспий банктен деген сияқты. Қанша қарызыңыз бар, срочно төлеу керектерді бірінші спискке жазасыздар, полный. Сөйтесіз, общий сумманы қосыңыздар. Определенный сумма шығады ғой, Мысалы, простой пример айтайын, бір 3 миллион теңге біреуде қарызы бар. Кредит бәрін қосқан кезде. Срочно 3 миллион теңгені жабу үшін не істеу керек? Соны аласыз да, біздің компанияның маркетинг планына саласыз, объем. Мысалы, простой пример, каждый новичок, каждый партнер айына командамен 20 адам жазуға бола ма? 10 адам сол жақта, 10 адам оң жақта. Жазуға болады ғой, командамен. Активно жұмыс жасап жатқан адамдар бірігіп аласыздар. Сөйтесіздер да 10 адам слева, 10 адам справа. Это 500 пилиден есептегенде сізге каждый парадан $200 түседі. $200 10-ға көбейтсек қанша болады? 10 пара. $2000 болады. Дұрыс қой, Степовый бонус $2000 табыс таптыңыз. $2000 ол компанияның курсымен 1,60,000 теңге. 1,60,000 теңгенің 50%-ын кредит жаңа қарыздарға жабуға бола ма? Болады ғой, Болады. Енді қараңыздар. 100 параны есептейміз. Оң жақтан 100 пара, сол жақтан 100 пара. 100 параны $200-ға көбейтсе қанша болады? $20,000 бола ма?
$20.000 болады. Сіз общий қарызыңыз, кредиттеріңіздің барлығын жазасыз. Мысалы, біреуге 10 миллион теңге қарыз кредиті бар екен. 10 миллион жабу үшін қандай сумма керек сізге? Значит, 100 пара подписка болу керек. 100 пара подпискаңыз $200 100-ге көбейтсеңіз $20.000. $20.000 530 курсқа көбейтесіз. Кредит қарызыңызды жаберді, тапқан табысыңызбен срочныйларды жабасыз. Не срочный, не анандай қатты қысып жатқан жоқ нәрселерді по списку жазасыздар да барлығын. Сөйтіп планировать етіп, когда вы пишете, финансовый планирование жасайтын болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, любой қарыз кредиттен спокойно тез шығып кетесіздер. Единственный бізде көп адамдар не істейді? Ойында сақтап жүреді да, бірақ көбісі жазбайды. Ойынан шығып кетеді. Жоспар жоқ. Из-за этого бізде от кредита к кредиту көбісі қиналып, мына жақта табысы жоқ, дұрыс табыс істеп жатқан жоқ, мына жақтағы да кредит дұрыс уақытылы жабылмай қалатын себебі сода. Финансовый планирование жасайтын болсаңыздар, негізі любой осындай ямалардан тез шығып кететін инструмент. Былайша айтқан кезде простой нәрселер. Біз сол единственный простой нәрселерді өзіміз жасамаймыз да. Планирование жасайтын болсаңыздар, тез шығып кетесіздер. Енді қараңыздар, қандай компанияда 2000 адаммен 100 мың, 200 мың, 500 мың доллар табыс табуға болады? Мен көп компаниялардың маркетинг пландарын есептеп анализ жасаймын. Көп компанияларда ондай мүмкіншілік мүлдем атымен жоқ. Бізде компанияда степовый бонустың ғана өзін ғана есептейміз. Қараңызшы, 1000 адам слева, 1000 адам справа командамен жұмыс жасайтын болсаңыз, стандарт пакеттің өзімен сізде 1000 параны $200 көбейтсеңіз, $200 мың табыс табады екенсіз. $200 мың табысыңыз ол 100 миллион теңгеден асатын ақша. Көп компанияларда үлкен команда құрасын, бірақ 2000 адам құру, команда құру деген, ол өтте бір алып бара жатқан үлкен объем емес ол ше. 2000 адаммен 100 миллион теңге годовой табыс тапсаңыз, соның өзі новичокқа бұл үлкен плюс. Түсінікті ғой, Ал 1000 пара сізде премиум пакетпен болатын болса, 1000 слева, 1000 справа. Онда сізге таза түсетін $1000. $1000-дан $200 кэшбэкке кетеді. $800 наличкасын ғана есептейміз. 1000-ды $800-ға көбейтсе қанша болады? $800 мың. $800 мың. 2000 адаммен. Вот представьте, командаңызбен жұмыс жасадыңыз. Жарайды, 1 жыл істеңіз, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылға дейін жұмыс жасаңыз, но 1000 пара слева, 1000 пара справа, 2 жыл, 5 жылдың ішінде істеуге болады ғой. Жай асықпай жұмыс жасаған күннің өзінде. $800 мың табыс тапсаңыз, өміріңіз өзгере ме? Или өзгермей ме? Мен ойлаймын, өте көп адамның өмірі оң жаққа қарай 360 градусқа өзгереді негізі. Ондай табыс табатын болсаңыз. Жарайды, 2 жылда табыңыз, жарайды, 3 жылда табыңыз. Жарайды, 5 жылда табыс табыңызшы. 5 жылда $800 мың деген сөз, ол, почти долларовый миллионерсіз ғой. 500 миллион теңгеге жақын ақша. Жақсы үй аласың, кредитің құтыласың, автокөлігің, кредиттерің бәрін жабасың, қарыз дегенді ұмытасың, плюске шығасың да, былайша айтқанда. Сен нормально начнешь жить. Понимаешь, шетелге барасың, семьяңмен анда барасың, мында барасың, адам сияқты өмір сүріп бастайсыз да, жақсы табысқа шыққан кезде. А егер де сіз өзіңіз осы планды, жоспарды жасамасаңыз өміріңізде, сіз үшін басқа адамдар, жоспарлаған адамдардың айтқанын тыңдап, солардың айтқанымен ана компанияға бір секіресіз, мына компанияға бір секіресіз, ананың көзі жақсы екен деп оған кетесіз, мынаның сөзі жақсы екен деп мынаған кетесіз. Мен былай айтар едім, мен просто иногда қатты сөйлемеуге тырысамын да, бірақ өкінішке орай арасында айтуға тура келеді. Бізде Қазақстанда істеп жатқан сетевиктердің, ана Ринат Зайытов айтады ғой, сақалдылардың бәлен проценті аферистер деп айтады ғой. Мен де дәл сөйтіп айтқым келіп отыр да, сетевиктердің 90% аферистер.
өте көп компанияларда мен көріп жүргенімді айтып жатырмын да, өздерінің істеп жүрген компанияларын толық білмейді біріншіден. Екіншіден, маған ұнады ол компания дейді. Саған ұнаса болды екен да, айналасындағы адамдардың барлығын маған ұнады жүріңдер деп сондай компанияларға тығып жібереді. Аяқ жағы компаниясы жабылып қалады. Обещать еткен маркетингтегі выплатасын бермейді. Түбінде продукциялары жұмыс жасамайды. Сөйтіп жабылып жатқан компаниялар өте көп. Сетевиктер в основном осылай адамдарды заблуждениемен қаншама адамдарды качакқа тығып жіберіп жатыр. Өте нашар компанияларға апарып. Бізде статистика бойынша Қазақстанда ашылып жатқан 10 компанияның 8-9-ы бір жылға жетпей жабылып қалады екен. Ойлаңыздаршы, не деген статистика. И сол компанияларға апарып жатқан сондай сетевиктерді маған ұнады дейді. Маған ұнады деген көзқараспен қарамау керек. Рынокқа не керек? Потребительдердің сұранысын жабама. Келген адамдар бизнес жасаймын деп жақсы табыс таба ала ма? Компанияның заводы өзінің, производитель өзінікі бар ма? Маркетинг өзінікі ма? Көп факторлар бар бұл жерде рөл ойнайтын. Сондай нәрселерді анализ жасай алмайды. Сөйтіп өте көп. Бір сетевиктің басында 4-5 компаниясы бар сетевиктерді көрдім. Бір компанияда нормальный чек те емес қой. Ұят, масқара. Мен ана компаниядан, мына компаниядан бәрі маска киіп алып жүреді. Мен күшті табыс тауып жатырмын өзінше. Қалтасында ақшалары жоқ көбісінің. Понимаете? Сол үшін мощный компания, міне Веда компаниясы рынокта уже өзінің кім екенін дәлелдеп тастады ғой. Қандай мықты компания екен. Просто бұл жерге вникать ету керек та. Бұл жерге кіру керек. Жүрегіңді ашып, компанияның жүрегіне кіру керек та. Сол кезде сіз осы компанияның продукциясынан да жақсы результаттар болады, жақсы продвижениеңіз де жақсы болады, бизнеске де жақсы адамдарды шақыра аласыз, түсіндіре аласыз, е? Простой пример айтайыншы, тағы да бір. Веда компаниясына басқа вообще компания жоқ болатын болса, не істер едіңіз? Басқа источник доход жоқ, допустим, к примеру, да, рынокта. Сіз не істейсіз? Осы жерде басып тұрып, жақсылап тұрып, от души жұмыс жасайсыз. Е? Көп адамдар не істейді? Ана компанияға ешкімге айтпайды дейді, ана компанияға бір кіріп алады, мына компанияға бір кіріп алады. Ешқайсысында қатырып жұмыс жасап жатқан жоқ, ешқайсысында результаты содан кейін жоқ. Негізі компанияда бар ғой, жақсы результат алу үшін, жақсы финансовый результат алып, финансовый независимостьке шығу үшін не істеу керек, білесіз ба? 3 жыл мен 5 жылға дейін той томалақтың бәрін жиыстыру керек. Тусовка, мусовка дегенді жиыстыру керек. Конкретный, четкий, мощный план жасап, жоспар жасап, жағдайыңызды жақсартып, көбейтіп алғаннан кейін барып, содан кейін жасасаңыз жарасады. Сол үшін бізде Қазақстанның өзінде әлі рынок свободный. Мен қаншама адамдармен кездесем, компания Веда деп айтсам, ондай компания бар ма, біз естімегенбіз дейді. Естімеген адамдардың саны өте көп. Сол үшін күнде информация беріп, адамдарды, жаңа адамдарды презентацияға шақырыңыздар. И сосын ұзақ уақытқа жетпей компанияда жақсы табысқа шығып кетесіздер барлықтарыңыз. И маркетинг, бұндай маркетинг план, мен айтам, любой сетевикке айтам да, сен компанияң давай маркетинг планын отырып, холодный расчет жасаймыз, есептейміз, кімдікі жақсы ақша төлейді екен, давай есептеп көрейік. Көбісі қорқады келуге. Неге? Өйткені маркетинг пландарында минустар өте көп та олардың да. И сосын моментальный выплата. Моментальный выплата өте маңызды факторлардың біреуі. Степовый бонус, бинарный бонус компанияда сразу моментально төленеді. Сол үшін құрметті партнерлар, жақсы табысты болыңыздар. Вопросы, ответы жасайық, сұрақтарыңыз бар ма? Қолды көтереміз. Құрметті әріптестер, қолды көтереміз. Мен микрофон қосамын. Сұрақ тегін. Бар. Бақытбек мырза. Бірінші қол көтерді. Ойбай. Тағы да қолды көтеріңізші. Бақытбек мырза.
Кім сұрақ қояды, камераларыңызды қосып, қай қаладан, атыңыз кім, қандай статуста, спонсорыңыз кім, айтып, өзіңізді таныстырып, сөйтіп сұрақтарыңызды қойыңыздар. Кеш жарық, Бақытбек мырза. Микрофон қосылды. Иә, кеш жарық. Мен просто жұмыстамын да көрсетуге болмайды да. Сұрақ мына ай сайын, бір айда енді бір жағынан 5 PV, бір жағынан 5 PV, 5 мыңнан жинағанда ол бір айда жабу керек па? Әр айдың 29 мен келесі айдың 28-ның арасында. Ол накопительный емес, иә? Екі шақырған лишнийіңізден тараған екі веткаңыздан оборот 5 PV болу керек. Сол кезде сіз директор статусын жабасыз. Жоқ, ол енді бір айдың мерзімінде ғана болу керек. Накопительный емес қой, ол. Накопительный емес, не үшін түсіндірем, қараңыз. Көп компанияларда статусты накопительный жасайды. Накопительный статусы бар компанияларда бинарный бонус өте аз төлейді, 5%-тен басталады. Сен келесі статус жабасың, сосын 6%-ке көтерілесің. Бірақ статуста жоғары жаққа премия қойып қояды. $500 аласың, $1000 аласың, $2000 аласың деп. Сіз адам жазған кезде по мелочам табасыз. По мелочам тауып, ана жоғарыда тұрған қолыңыз жетпейтін $2000-ға жетем дегенше, сіздің шашыңыз ағарып, тапқан табысыңыз магазиндегі лепешкаға жетпей, сөйтіп әзер жетесіз. Сіз жетсеңіз жеттіңіз, жетпесеңіз жоқ. Сол процентте қалып кетесіз. Ол жерде обязательно төбеге обязательно бір банан іліп қояды да сізге. Мына жақтан аздап табасың, командамен жұмыс жасайсың. Егер де сол объемды жасасаң, мына бананды саған береміз деп айтады. Бізде компанияда бананды сразу моментін береді. Екі адам жаздың ба, банан сразу аласың. Түсініңіз ғой, бізде сол үшін степовый бонус, бинарный бонус 50%, 10%. Бізде статус жапқаның үшін премиальный ақша төленбейді, бонус. Бізде сол премиальный бонусты степ пен бинардың ішіне кіргізіп жіберген. Новичоктарға сразу беріп жатыр ол ақшаны. Түсінікті ғой, көп сетевиктер бизнеске келген кезде осы жерде алданады көбісі. Реферальный бонус 10%, 20%, бинарный бонус 5-6%-дан басталады. Аздап ақша тауып, анаған жетем дегенше, мен мына статус жапсам, $2000 алам, $3000, $5000 алам деп ойлайды, бірақ оған барлығы жете алмайды. Неге? Өйткені сізге компания аздан төлеп мотивация қылып қойған. А бізде тек қана статустың аты бар, бірақ беретін вознаграждениені степ пен бинардың ішінде беріп тастайды уже. Түсінікті ғой, Простой бір пример айтайыншы. Marina Health деген компания болды, рынокта. Кейбіреулеріңіз болған шығарсыздар бұрын. Спирулина там и так далее сатып. Сол жерде мысалы мынандай момент бар еді. Сіз определенный статус жапқан кезде 3 ай бойы сізге $50 айлық төлеп отырады. Келесі статус жабасың, $100 6 ай бойы $100 төлеп отырады. Көрдіңіз бе? $500 тапқан ақшаңызды 6 айға бөліп тастап, сізді 6 ай кормить етіп отырады сол ақшамен. А бізде компанияда бұндай нәрсе жоқ. Бұл $500-ыңызды сізге сразу беріп тастайды. Түсінікті ғой, разницасы. Сізге сразу алған жақсы ма? Или созбаңызды созып, асықпай компания битіп, тауыққа жем шашқан сияқты беріп отырғаны жақсы ма? Конечно, сразу алған жақсы. Поэтому бізде компанияда маркетинг планның концепциясы жаңадан келген новичоктар сразу қомақты ақша алу үшін істелінген. Түсінікті ғой, Иә. Или түсінбедіңіз бе? Түсінікті айтасың шығармын? Жақсы, түсініп тұрмын. Жақсы. Мысалы айтайыншы, қараңыздар. Әр адам айына 2 адамнан шақыратын болса, командаға, әр адам 2 адамнан шақыратын болса, бір жылдың ішінде командаңызда 8190 адам болады. Қарашы, міне, сіз екеуін шақырдың. Екеуі өзінің 2 адамын шақырды. Мына уже 4-6 адам болды. Мына 4 адам өзінің 2 адамын шақырды, мына жақта 8 адам болды. Осының бәрін қосып шығатын болсаңыз, командаңызда 8190 адам болады. Бір жылда. Сіздің табысыңыз стартовый пакет пен премиум пакет, стандарт пакет, әркім шамасы әртүрлі компанияға жетеді ғой, суммаға. Сонымен кіргенде сіздің таза табысыңыз $200,000 мен $1,5 миллион арасында табыс тауып қоясыз. Егер де командаңызда бір жылда әр адам 2 адамнан шақырса, 8190 адам болады.
8190 адамның 4000 мына жақта, 4000 мына жақта деген сөз, сіздің таза тапқан табысыңыз 200 мың доллар мен 1,5 миллион доллардың арасында. Иә, дұрыс. Мавия мырза, Мгм. бізде 6 минут қалды. Тағы 2 сұрақ Иә? бар. Мавия мырза. Енді қараңыздар. Да такой сивный емес, өте пассивный тасмақ. Жылына 2 адамнан жазып отыратын болсаң, 10 жылдың ішінде командаңда 10 мың адам болады. 10 жылда сіздің таза табысыңыз 200 мың доллар мен 1,5 миллион доллардың арасында. Сіз бір жерде айлыққа жұмыс жасайтын болсаңыз, 10 жылдың ішінде 200 мың доллар мен 1,5 миллион доллар табыс таппайсыз, даже 10 жылдың ішінде. Келісесіздер ма? Просто есептеп көріңіздер. Мавия мырза. Цифры не будут. Так, келесі сұрақ. Иә, келесі сұрақ бізде уақыт 5 минут қалды. 2 сұрақ бар бізде. Так. Раиля. Добрый день. Можно я Орысша Добрый вопрос задам? Я пойму. Можно, здравствуйте. Ага, хорошо, можно. Очень приятно. У меня такой вопрос. Вопрос такой. Сделала я 5000, получила статус директора. Теперь следующий этап. Еще раз получилось сделать 5000. Это плюсуется или это засчитывается как подтверждение директора? Это засчитывается как подтверждение, но у нас подтверждения нету статуса. Угу. Вот, допустим, вы 5000 сделали, вы заработали, допустим, 1 миллион тенге. Да. На следующий месяц, если вы сделали 5000, опять 5000, вы опять заработали около миллиона тенге, но этот объем засчитывается, чтобы закрыть регионального директора. Добьете до 10, у вас будет уже региональный. У нас статусы не накопительные. У нас скоростной маркетинг-план. За месяц надо сделать. Вот, допустим, в этом месяце вы сделали там 5000, вы директора закрыли. В следующем месяце, с 29 числа, объем надо делать новые. Поняла, все, спасибо. Поняла. Да. А некоторые партнеры говорят, я слышу такие моменты, что у нас сгорает. Ничего не сгорает. У нас просто статусы надо закрывать с новым объемом. Но бинары, скрэпы, все получаете как положено. Все, рахмет. Так, келесі сұрақ. Вот, допустим, қараңыздар, простой пример айтайын, не? Мен компанияда 3 жыл болды істеп жатқаныма, мен интернациональный директор статусындамын. Иә? Бірақ әлі World жапқан жоқпын. Бірақ менің малый веткам World директордың объемынан асып кеткен. Понимаете? Либо я за месяц сделаю этот объем, либо в течение нескольких лет. Түсіндіңіз ба? Түсіндіре алдым ба? Да. По объему я World директор, Да, но понятно. по условии компании я не World директор. Просто за месяц надо сделать это. Да. Рахмет. Келесі сұрақ. Пользователь Алтын. Подключайте микрофон. Алтын. Сөз сізге. Негізі бар ғой, 2-де-72 деген система бар ғой. 2 партнер 72 сағаттың ішінде тіркеу керек деген система бар ғой. 3 суткада да. Егер де сол суткамен жұмыс жасайтын болсаңыз, 3 айдың ішінде, білесіз ба қандай статус жабасыз? Global директор статусын жауап істейсіз. 3 айда. Егер де әр адам 3 суткада 2 партнердан тіркеп отыратын болса, оның барлығын жазып есептеп қойғанмын мен. Просто бұл жерде чуть-чуть скорость қосу керек и все. Алтын. Микрофон. О, включить. О, хорошо. А то был выключенный микрофон. Я Все, рахмет. включили. Мы вас слышим. Ага, включилось, да. Мыңда бір алғыс мырзаға. Керемет тамаша сабақ өткізді. Өтте керемет күшті түсіндірді. Себебі бұл кісі бірнеше сетевой компанияның маркетинг пландарын
неткен екен, қараған екен, сонымен салыстырып отырып, салыстырма түрінде айтып берді. Тамаша, жақсы. Тек қана мына жазуы болса, бір жерде бұны қайтадан біз тыңдасақ, қайтадан жазсақ, өзімізге конспект жасасақ деген ойым бар. Содан кейін Мен керемет запись жасаған жақсы. видеоролигім бар, мен соны жібере саламын чатқа, жарай ма? Рахмет, жіберіңіз, иә. Содан кейін айтарым, сіз өзіңіз бұл жерде неше жыл істеп тұрсыз? 3 жыл болды істеп жатқанына. Қандай тамаша. Со бағанағы өзіңіз айтқан секілді той думанның ештеңкесіне бармай тек осында ғана жүрсіз, иә? 100% осы жерде. Басыммен, прям семьямызбен сүңгіп кіріп кеткеніміз ғой. 7 жасар Тамаша. балам маған Виеда деп айтады күнде. Күнде Тамаша. активатормен шашын кептіреді. Тамаша. Міне қараңыздар, мына жерде бәрімізге түсінді, көбінде біз анау неге қалай жаңа айтты ғой, емдеп әуре болмаңыздар, маркетингпен жұмыс істеңіздер деді. Маркетинг болған кезде, маркетинг тұққан кезде бәрі келеді, өз орнына тұрады. Мен соны ұқтым. Мыңда бір алғыс. Өте жақсы мотивация жүргіздіңіз. Мен өте қуанып отырмын, біздің арамызда осындай керемет білімді, өте дұрыс түсіндіріп, бәрін жік-жігімен айтып берген маркетинг планыңыз үшін, жоспарыңыз үшін мыңда бір алғыс. Тамаша, рахмет, аман болыңыздар. Рахмет, Жақсы, рахмет Әлихан, сізге де. микрофоныңызға. Сұрағым сол жағы жауап берді. Мына бала 3 жыл бойы істеп отырмын дейді. Жақсы. Және дағы 3 жылға дейін күтпей-ақ осынша уақыттың ішінде істеп беру екенін бәрін айтып берді. Көп не айтып берді. Тамаша, рахмет. Мен сұрағым сол ғана болатын. Рахмет. Жақсы, поэтому құрметті партнерлар, тоқтамаңыздар. Қараңыздаршы, былай айтайыншы, компанияға келдің ба, келгеннен кейін бізге в основном 2 категория кісілер келеді. Либо продукцияға келеді, денсаулық турлау үшін, өзіне там ем шипа іздеп келеді. Немесе бизнес жасап табыс табу үшін келеді. Вот каждый партнер шақырған адамыңды қандай запроспен келді, соны анықтаңыздар біріншіден. Сол запросына ғана қанағат жасайтындай жауабын беріңіздер. Сол направлениемен жұмыс жасаңыздар. Мысалы, командаңызға сізге біреу, мен тек қана маркетингпен табыс табу үшін келдім деді ма, сіз оның запросын тыңдаңыз, и оның запросында қандай минустары бар, жаңа қандай кредит, қандай минустары бар, срочный жабу керек, бірге отырып планировать етіңіздер. И сол вопросты жабу үшін сіздер қандай объем жасауларыңыз керек. Сол кісіге маркетинг планмен жақсылап тұрып планировать етіп жазып беріңіздерші. Сол кісі уже четко сол планмен жұмыс жасайды. Егер де келдім, мен адам шақырып жұмыс жасайым деген сұрақпен келсе, сіз оның дыркасын жабатын инструментті сызып жазып бермесеңіз, ол тисе терекке, тимесе бұтаққа деген режимде жұмыс жасайды. Түсінікті ғой, келгісі келсе келді, кемесе кемеді, біреу басқа компанияны айтып қалса, бір қарасаң сол жақта жүр, иті там 2 қабат болып қалды, сол жақта қалып кетеді, біреудің мысығы туып жатыр, ойы сол жаққа кетеді, ананың тойы, баламның бір нәрсесі, машинам бұзылып қалды деген осындай неше түрлі отговоркалар айта бастайды. Любой адам компанияға келді ма, сізге барлығы бір жетіскеннен күшті жағдайы мощный болып келмейді ешқайсы. Бір запроспен келеді барлығы. Өзінің потребностін жабу үшін. Либо денсаулықпен, либо финанс. В основном негізі, егерде сіздердің барлықтарыңыз интернетте тек қана продукцияны айта берсеңіздер, бүкіл Қазақстанда интернетте қарап отырған денсаулығында проблемасы бар адамдар ғана хабарласады. А егерде барлығыңыз запростың барлығын маркетинг планға упор беретін болсаңыз, табыс табуға, көріп отырған адамдардың барлығы, мына компанияда мынандай табыс табуға болады екен. Мен мына жерге кіріп жұмыс жасасам, мынандай финансовый вопростарымды шешеді екенмін дейді да, сізге маркетинг планға, бизнеске келеді адамдар. Түсінікті ғой, путешествие барғандарыңызды, шетелге барып тегін демалу, компанияда жаңағы анау пешком жүріп там шагомер, сондай фишкалардың барлығын қолданыңыздар. И жеткізіңіздер да адамдарға до конца. Но желательно упордың барлығын маркетингке беріңіздер. Біз 3 жыл бойы компанияда чисто продукциямен жұмыс жасап келдік. Соның өзінде результаттар өте керемет. Бірақ көп адамдар, мен байқағаным, өзіміздің ішіміздегі партнерлардың өздері маркетинг планды жақсы білмейді екен. Маркетингті вообще білмейді деп айтсақ болады. Степті ғана білет, болды, бітті, басқа ешқандай вид доходты дұрыс түсінбейді. Түсінікті ғой, обязательно маркетинг планға кірісіңіздер.
отырып планировать етіп жазыңыздар. Сіз қай жерге дейін миыңыз жетеді, қандай цифра басыңызға кіреді, қай кезде қандай цифраға миыңыз шок болады, соған дейін жазыңыздар. Мысалы мен ана 2, 4, 8, 16, 12, там 2, 4, 8, 16, 24, 48 жазамыз ғой команданың ше. 12 аймен көп адамдардың милары шок болып қалады. Неге? Bir жылдың ішінде 200 мың доллар мен 1,5 миллион доллар табыс табасың десең, оның восприятиясы онша қабылдамайды. Неге? Өйткені оның опытында ондай табыс болмаған. Бірақ миды шок қылу керек. Неге? Өйткені трансформация болады мида. Ойыңыздың барлығы 200 мың теңге, 300 мың теңге айлыққа, 500 мың теңге төңірегінде ғана ойланатын болсаңыз, сіз үлкен табысқа жете алмайсыз. Түсінікті ғой, иә? Миларыңызды шок қылыңызда, мысалы 1 миллион теңге айына табасыз ба стабильно, жоспарыңызға 3 миллион, 5 миллион қойыңыз. Келесі айда мен 3 миллион, 5 миллион табыс табуым керек. Сондай табыс табу үшін маркетингке қандай объем болу керек сізіңіздар. Қалай сіз планировать етесіз? Алла тағала ниет етесің, жоспарлайсың, ниет қыласың, әрекет жасайсың, ризық несібені Алла тағала өзі береді сіздерге. Қалай статус шоу, қалай сондай табыс тапқаныңызды өзіңіз білмей қаласыз. Түсінікті ғой, иә? Мен білем, мен бәрін қопарам деп ойламаңыздар. Мен білем, мен қопарам деген талай лидерлерді көргенбіз. Мүйіздері сынып қалды жарты жолда. И сол бар мүйіздеріңізді сындырып алмаңыздар. Бірінші компания маркетингін есептейсің, өзіңнің қарызың жауатын суммалардың керек суммаңды жоспарлайсың, ниет қыласың сол табысты табуға, Алла тағалаға ниет етесің, әрекет жасайсың, ризық несібенің барлығы Алла тағаладан болады өзі. Түсінікті ғой, иә? Күнде таңертең сондай ниетпен, сондай жоспармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, аз ғана уақыттың ішінде сіздердің өмірлеріңіз финансовом плане барлығыңызда өзгереді. 100% жұмыс жасайды бұл. Мысалы қараңыз, сіз, допустим, қазір региональный директор или директор статусындасыз, е? Национальный жапқыңыз келіп жатыр, интернациональный жапқыңыз келіп жатыр, е? Национальный директор статусын жапқыңыз келсе, сіз директор болсаңыз, сіз соны жоспарлап жазыңыз, қандай объем жасасаңыз, стартовый пакетпен, сол объем жабылады. Сөйтіп соны планировать етіп жазасыз, сөйтесіз жақсылап тұрып, Аллаға ниет қыласыз, сөйтесіз соған қарап әрекет жасайсыз. Статус қалай жабылады? Мида мынандай нәрсе бар сосын. Ой, это нереально. Сен қолынан келмейді, қайдағы национальный директор статусын жабасың. Бір жеріңе қарасай деген сондай ойлар келеді. Миымызда бәрімізде таракандар болады. Сомнения болады. И так ана шақырған адамдардың презентацияға келмей жатыр, қайдан жабам мен ондай статусты деп ойлауыңыз мүмкін. Адамның ішінде обязательно сондай бір артқа тартып тұратын, сізді орнынан тұрғызбайтын, жылы диваннан тұрғызбайтын, сондай бір жүгірмек адам отырады мына миыңыздашы, сізді алдыға қарай жылжытпайтын. Соған не деп айтасыз? Закрой рот дейсіз, сөйлесті, жоспарыңызды жасап, Аллаға ниет қыласыз, әрекетіңізді жасайсыз, ризық несібенің барлығы сол Алла тағаланың қалай келгенін өзіңіз байқамай қаласыз. Түсінікті ғой, иә? Вроде простой нәрсе. Анандай бір сверхъестественный бір не жоқ, андай бір фокус-мокус жоқ. Сальто таста деп жатқан жоқ сізге, барып өзенге мұздай суға түсіп шық деп жатқан жоқ. Мысалы, оп-оңай нәрсе. Сұрақ бар ма? Тағы? Мавия мырза, көп рахмет сізге. Уақыт болды. 1 сағат тез өтіп кетті бізде. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болмаса, онда біз осы эфирді аяқтаймыз. Реакция жіберіңіз. Жақсы, құрметті партнерлар. Мыналғы сізге запись бар. Запись болады, чатқа жібереміз. Реакцияны жіберіңіздер. Қалай сізге ақпарат? Бүгін 80 адам зумда болды. Рахмет сіздерге көп. Жақсы, сау болыңыздар.
табысты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар.